Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше үгітілмелі печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Печенье өте үгітілмелі, сондай нәзік болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Құрамында өте қарапайым заттардан тұрады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Қамырына жұмыртқаның сарысы, ұн, қопсытқыш, қаймақ және сармай қажет. Бөлме температурасында еріген сармайды ұнға салып, қолымызбен үгітіп аламыз. Үлкендеу ыдысқа салып алдым. Осылай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз, крошка жасаймыз. Одан соң қаймақ саламыз. Жұмыртқаның сарысын саламыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қопсытқышты салып, қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп, осылай қолымызбен домалақтап шығамыз. Әр домалақты 30 граммнан бөліп шықтым. 30 дана шықты менде. Барлық қамырды осылай домалақтап ыдысқа салып қоямыз. Достар, менің каналымда басқа да печеньелердің рецепттері бар. Шайға деген плейлистті ссылкасын жоғарыда қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Мінекей осылай барлық қамырды домалақтап шықтық. Енді оны целлофан пакетпен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Енді жұмыртқаның ағын осылай миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Шым-шым тұз салып жіберіп көпіртеміз. Одан соң шекерді бөліп салып, миксерлеп, жақсылап көпіртіп аламыз. Ағарғанша көпіртеміз. Осылай ыдысымыз төңкергенде түсіп кетпеу керек. Енді грек жаңғағын осылай целлофан пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Егер сізде блендер болса, блендермен майдаласаңыздар да болады. Мінекей қамырымыз 1 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді оны аламыз және біріндеп оқтаумен жайып шығамыз. Жұқалап жайып аламыз. Жұқалығы міне осындай болады. Қамырымызды жайып болған соң, бір шетіне жұмыртқаның ақуызын, грек жаңғағын майдаланған салып, басып шығамыз шеттерін. Одан соң осылай бүктейміз. Шеттерін басып шығамыз. Әдемілік үшін шанышқының көмегімен шеттерін басып шығамыз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Печеньелеріміз пісіп шықты. Енді оның үстіне ыстық кезінде сахарный пудра сеуіп шығамыз. Печеньелеріміз дайын болды. Өте үгітілмелі, сондай дәмді болып шығады. 2-3 күннен кейін де осылай үгітіліп, жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, комментарийде бөлісіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеоларымда көріскенше сау болыңыздар.